Мінекей матаны мен осылайынан бүктедім. Себебі кофтаның алды бүтін болып шығуы керек. Арқасы да, алды да бүтін болып шығуы керек. Және матаның мынадай шетін біз кромка деп атаймыз. Осы кромка киімде осылай тігінен орналасуы керек. Мінекей кромка және киім тігінен орналасқан. Бұлай көлденең пішпейміз, тек қана осылай тігінен пішеміз. Енді осы қойылған лекаланың шетімен ойып қырқып алатын боламын. Тазымыз жылжымасын десек, мынадай етіп инемен қадап қоюымызға да болады. Әр жерінен қадасақ жеткілікті. Ең бастысы қағаз сырғып кетпесе, лекала сырғып кетпесе болғаны. Енді қырқып аламын. Кофтамызға қажетті келесі деталь ол жең. Жеңді де сызып алам, қырқып аламыз. Жеңнің центрына метка беріп кетейік. Центрына және мінекей ойықтау тұсы алдына. Кофтамызға қажетті детальдарды дайындап алдық. Қырқып алған аптачкаларымыздың мына шетін оверлокпен өңдеп аламыз. Осыны енді түктеп алайын. Енді бірінші кезекте мен аптачкамен өңдеу жолын көрсетемін. Ол үшін алдыңғы бойды аламыз. Осы алдыңғы бойға аптачканы қойып, айналдыра тігіп аламыз. Осы жерді мінекей көрсетілген жер бойынша осылай айналдыра тігіп аламыз қазір. Жіңішкерек етіп мінекей айналдырып, машинкада қазір тігіп келемін. Айналдыра тігіп келдік. Енді осыны жаға тартылып қалмау үшін мыналарды арасын тіліп рассечка беріп қоямыз. Жібімізді қи жібермейміз. 1-2 мм жеткізбей осылай тіліп аламыз. Енді осыны оң аударып аламыз да. Енді мынаны аптачкаға қарата жатқызған күйі үстінен 0,1 етіп, 0,1 етіп тігіп келемін. Енді осы күйінше аударып, мына жерден 0,1 мм етіп тігіп аламыз. Бұл шов аптачка сыртқа көрінбеуі үшін керек болады. Осыны енді үтіктеп аламыз.
Арқа бойды жайып аламыз дағыны, үстіне алдыңғы бойды аптачкасы дайын болған кезде ғана төсеміз. Енді мына иықтарды қосып тігіп аламыз. Осы екі аралықты тігіп келеміз. Иықтарының тігісін тігіп даярладық. Енді ең соңында мына арқа мойынның аптачкасын қойып тігетін боламыз. Аптачкамызды инемен жылжымастай етіп бекітіп алайық. Енді осыны мына шеттен бастап тігіп келеміз. Тігіп келеміз. Және біздің мына қиылысқан осы аралықты мына жерден де белгілеп, осы қиылысқан жерден мойынның ойығын көлденеңнен алып кетеміз. Дәл осылай, осының келген жерін сыртынан сызып алып, иық тігісіне қарата өтіп кетеміз. Енді мына шетінен бастап айналдыра тігіп, келесі иығынан шығарып жіберуімізге болады. Бұрыштары томпайып қалмау үшін мына жерлерден кесіп алып тастауымызға болады. Енді иығымызды көруімізге болады. Қараңыздар, мойын ойығымыз өте әдемі болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай мойнымыз тартылып тұр. Осы тартылмауы үшін біз насечка беріп қоямыз. Мойнымызды енді үтікке басып аламыз. Енді осы тігістерді жатқызып үтікке басып аламыз. Екі жанын оверлоктап дайындадық. Енді екі жанын қосып тігіп аламын. Мен енді кофтаның жанында кішкене вырез жасағым келеді. Сондықтан 10 см жеткізбей тігісті тоқтататын боламын. Екі жанын қосып тігіп алдық. Сызып белгілеген жерге дейін. Енді осы этапта бұған дейін де көктеп киіп көруіміз керек. Примерка жасап көруіміз керек. Мына кофтамыздың қолтық ойындылары қаншалықты дұрыс болып тұрғандығын тексеріп аламыз. Егерде қолтық ойығы тар болса, кеңейтуімізге болады. Және алды жақтарын да егер артық болса, ойып түзулеуімізге болады. Ендігі шаруа кофтамызға жең орнатамыз. Ол үшін кофтаның алдыңғы жағы ойықтау. Осы ойық тұсына осындай метка беріп аламыз. Және осы жеңді екі жанын қосып және оверлокпен тігіп дайындап келеміз.
Жеңнің жанындағы тігісін қосып тігіп және оверлок жасап алдым. Енді мына жеңнің жоғарғы жағына міне байқап тұрғандарыңыздай шов жүргізіп алдым. Енді осы шовты бір жібін тарту арқылы кішкене иық жағына, мына дөңес жағына біз форма береміз. Мінекей, матаны жібін тарту арқылы матаны кішкене жиырамыз. Бізге көп сборка керек емес, тек дөңгеленіп тұрса жеткілікті. Мінекей, осындай аз ғана сборка болса жеткілікті. Осы сборка бізде иықтың формасын шығарып тұрады. Мінекей, енді осы күйінше жеңді қондыру әлдеқайда жеңілдей түседі. Қазір мен сіздерге көрсетемін, қалай жеңді қондырамыз. Екінші жеңіне де осылай сборка жасап аламын. Иықтың мінекей жоғары жағына сборка беріп алдық. Енді екеуі де міне жең қондыру үшін мұқият қараңыздар. Екеуі де оң жағы, міне жең де, киім де оң жағынан тұр. Осыны енді екі тігісті бір-біріне түйістіріп ұстап, енді теріс қаратамыз. Мінекей теріс қараттық. Осыны енді айналдыра, мінекей, осы жеңді айналдыра, бірінші қажет болса көктеп тігіп алып, сосын машинкаға тігетін боламыз. Тігістерді мінекей жеңнің ішкі тігісін былай қаратып, ал киімдігін бері қаратып, екеуін екі жаққа құлатып, ине қыстырып, тексеріп көреміз. Жең қаншалықты тура келіп тұрғандығын тексеріп көріп алуымызға болады. Мінекей. Осы кезде жаңағы сборкаларымыз егер өте жиі болып кетсе, тарқатып ашамыз. Равномерный сборка болуы керек. Енді осыны мінекей бір-біріне туралап алып келе береміз. Жеңіміз тура келді. Осыны енді айналдыра тігіп аламыз. Екінші жеңді де тура солай қондыратын боламыз. Сборкалар тегіс жатуын бақылап отырып тігеміз. Және ол сборкалар өте жиі не болмаса алшақ болып қалмау керек. Жеңімізді енді тексеріп көрсек болады. Сборкалары тең шықты ма, қалай шыққанын қарап көруімізге болады. Әдемілеп енді үтіктеп аламыз. Сборка жасаған жібімізді сөгіп алып тастаймыз. Уже ол бізге керек емес. Мінекей бір жеңді тігіп қондырдық. Жеңіміз әдемі шықты. Енді екінші жеңімізді қондырмас бұрын жең қондыру кезінде туындайтын мәселелерге тоқталып өтсем деймін. Мысалы, егерде жең дәл өлшемімен алынған болса, ол осылай тура келеді. Ал кейбір кезде жең артық шығуы мүмкін. Ондай кезде
Бірінші кейбір кезде жеңнің мына шетінен алып тарылтуға болады. Не болмаса жең өте кең болып, мына біздің проймамыз кішкентай болса, оны сәл оюға болады. Және бір жағдайларда жоғарғы бөлігінен максимум 1 сантиметрдей қысқартып тура келтіруімізге болады. Осы үш тәсіл арқылы жең жағы артық шықса туралауымызға болады. Ал негізінде өлшем дәл шыққан болса, жеңіңіз осылай тура қонатын болады. Мінекей жеңімізді тігіп алдық. Енді осыны айналдыра оверлокпен тігіп қойсақ болды. Жеңіміздің жұмысы аяқталады. Одан кейін енді жеңнің ұзындығын өлшеп, өзімізге ұнайтын ұзындықта мінекей қайтаруымызға болады. Өзімізге қажетті ұзындықта жеңді шетін оверлоктап былай қайтарып тігіп қоюға болады. Я болмаса былай 2 рет қайтара тігуімізге болады. Бұл әркімнің өзінің қалауында. Не болмаса жеңімізге қалаған кісі резинка қойып сәндеуіне болады. Жалпы әркім өзінің фантазиясына қарай жеңді өңдей береді. Оверлок жібін мынадай 1 сантиметрдей етіп қырқып, шетінен тартсақ, 2 жібі ұзарады. Осы ұзарған 2 жіпті бір-біріне байлап қойсаңыз, оверлок жібінің сөгіліп кетпеуіне көмектеседі. Енді иығымызды әдемілеп форма беріп үтіктеу үшін подушкаларды пайдалануымызға болады. Мінекей ішіне салып, иықтың формасына келтіріп, енді мінекей тартып отырып үтіктеп жібереміз. Кейін осы үтіктеуімен әдемі болып шығады. Осы үтіктеп жатқан кезде ішкі мына шовты жеңге қарата құлатып жатырмын. Ішкі шовы жең жағына қарай құлайды. Дәл осылай екінші жағына үтіктейміз қазір. Ішіне подушканы саламыз. Ішкі тігістерін бұлай жеңге қарата құлатамыз. Және үтікке басамыз. Сондай-ақ үтіктеу кезінде мына жанындағы тігістерді де арасын аша отырып, осы подушкаға қойып үтіктеуімізге болады. Сондай-ақ біз вырезіміздің арасында ашып, осы кезде текпей тұрып, үтікпен форма беріп алғанымыз жақсы. Ішкі тігісіне мен закрепка беріп тіктім. Енді осыны шетінен алып бастап, осы жерменен өткізіп, айналдырып тігіп өтуімізге де болады. Мінекей үтіктеп дайын түрін келтіріп алдық. Осының мінекей іш жағы мынадай болып тұр. Осы жерді мен былайынан тіккім келіп тұр. Ішкі жағы әдемі чистый болып шығу үшін. Сонда оң аударсақ бізде мінекей уғылдары таптаза әдемі болып шығады. Осыны енді мінекей із қойып алдық қой. Айналдыра басып тігіп шығамын. Ол үшін мен тігістеріміз таймау үшін мінекей шетінен вырез жағынан 1 сантиметр алып, ал етек жағынан мінекей 3,5 сантиметр етіп алып, айналдыра тіге саламын.
жандарын 1 сантиметр етіп, етегін 3,5 сантиметр етіп айналдырып сызып алғаннан кейін машинкада осылай міне тігіп, етегін өңдеп алдым. Мінекей қалдық маталардан кішкентай осындай роза гүл жасап қойдым. Және жеңін 3/4 етіп, 3/4 дейміз ғой, сондай етіп қысқарттым. Себебі маған осындай жең жарасты. Бұл барлық киімдерге үйлесе беретін, барлық сезонға жарайтын жеңіл кофточка, кез келген матадан тігуімізге болады.